Шымкенттегі жоғарғы оқу орындарының жатақханаларына мониторинг жұмыстары жүргізілді. Аталмыш топ алдымен медицина академиясының жатақханасына бас сұқты. Одан кейін еңсесін енді ғана көтеріп келе жатқан академик Әбдімүса Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетінің студенттер үйінің құрылыс жұмыстарымен танысып шықты. 1983 жылы іргесі қаланған 390 адамға шақталынып жасалған Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының жатақханасында қазіргі таңда 200 студент тұрады. 20 ғасырдың аяғында бой көтерген нысанның сапасы сын көтермейтіндігі рас. Оған дәлел бөлмелердің салқындығы, жуыну бөлмесінің талапқа сай келмеуі, интернет желісінің тек төменгі қабатта болуы, студенттерге арналған демалыс орнының дұрыс жасақталмағандығы. Басшылыққа жеткіземіз. Wi-Fi негізі жаңағы күші жетпегендіктен шеткі бөлмелерге сәл күші жетпейді, ол не olur? Негізгі ошағы осы жерге, осы бірінші қабатта орналасқан да Wi-Fi. Сол себептен дайындалатын студенттер кітапханада бар, орын жеткілікті, кезекпен келіп осы жерде интернетті пайдалана алады. Өрт сөндіруге қарсы бөлім бар, сол кісілер мамандары жылдың басында бәрін түсіндіріп нелер жүргізеді, былайша айтқанда профилактикалық жұмыстарды. Мәжіліс залға студенттерді жинап, техника қауіпсіздігімен таныстырылады, және де әрқайсысын таныстым деген қол қойылады. Әрине, ол кісілер енді былайша айтқанда сырттан бәрі көрінеді ғой негізі. Ол кісілердің сынын қабылдаймыз. Бұл жерде енді тәрбие бұрышы, әртүрлі стендтер жасалған. Бірақ енді ол кісі айтып отқандай басшылыққа ұсыныс жасап, қаражат бөлсе, әрине жатақханамызды толықтай жөндеуден өткізіп, сондай неге әдемі болмасқа. Дәл осы кемшіліктерге қарамастан оқу орнының студенттері жатақханада өздерін ыңғайлы сезінетіндіктерін алға тартты. Барлық жағдайымыз жасалған, жылы су, мұздай су барлығы жақсы. Газ бар, тамақты уақытылы істеп жеуге мүмкіншілігіміз бар. Барлығы жақсы жалпы. Бір комнатада тек 2 қыз жатқызылады. Кең комната, бөлме, асхана барлығы жақсы. Асханада комнатадағы осы 5 комнатаның барлығы дерлік тамақ істеп, бір уақытта тамақ істей алатын жағдай бар. Жуынатын бөлмеде барлығы таза, тиянақты жалпы барлығы. Арнайы құрылған топ академик Әбдімүса Қуатбеков атындағы университеттің еңсесін енді көтеріп жатқан 6 қабатты 300 орынға шақталған нысанын аралады. Наурыз мерекесінің қарсаңында пайдалануға берілетін ғимарат барлық заманауи талаптарға сай. Асхана бар, читальный зал барлығы жеткілікті. Мебель банағы жиһаздардың бәрін жаңа уже біз заказ беріп алып қойдық. Лифт тоже ішінде бана айтып кеттім ғой, видеокамерасы бар, қауіпсіз. Айта кетейік, шараның негізгі мақсаты білім іздеп келген жас білімгерлерге тиесілі орынның жабдықталу мәселелеріне бақылау жүргізу, талапқа қаншалықты сай келетіндігін тексеру болып табылады. Сіз орталығы және Шымкент қалалық мәслихат депутаттарымен бірлесе отырып, қазіргі таңда мемлекеттік және жекеменшік жоғары оқу орындарының жатақханаларына мониторинг жұмыстарын жүргізудеміз. Бұндағы басты мақсатымыз, яғни жатақханалар студенттердің талаптарына сай келе ме? Одан кейін жаңағы асханасы, бос уақыттарын тиімді пайдалану мақсатындағы спорт алаңшалары, сол олардың жобаларында бар ма? Соны арнайы мониторинг жұмыстарын жүргізудеміз. Алдағы уақытта енді ашылуында бірнеше студенттердің тағы да арнайы сауалнама жүреді. Егер олардың ұсыныстары ескертпе болатын болса, біз міндетті түрде университет басшылығына жеткізіп, бұның шешім жолын табатын боламыз. Тексеріс барысында санитарлық нормаларға сай келмеген фактілер анықталып, оқу орнының басшыларына ескертулерді жою бойынша ұсыныстар айтылды. Индира Есентай, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ қоғамдық телеарнасы.